Қапыда қалтаңыздағы қаржыдан айырылып қалмаңыз. Қорқып кеттіңіз бе? Иә, сөзіміздің жаны бар. Себебі жыл басынан бері тұрғын үй немесе жер телімінің құжатын әділет органына тіркемеген жеке және заңды тұлғаларға 7 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Осы ретте сала мамандары азаматтарға құжат рәсімдеу кезінде мұқият болуға шақырады. Жылжымайтын мүлікті заңдастыруда кез келген тұлға міндетті түрде әділет департаменті басқармасына 6 ай уақыт ішінде құжатын тіркеуі тиіс. Яғни бұл мерзімнен кешіккен жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 460 бабына сәйкес жеке азаматтарға 10, заңды тұлғаларға 20 айлық тық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуіне тура келеді. Сол себепті жеке тұлғаға мен заңды тұлғаға біз 6 айлық мерзімде тіркету мақсатында осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Құжат алғаннан кейін ол болды, заңдастырдым, осымен рәсімделген меншік иесі болып табыламын деп сондай ой келеді көпшілік халыққа. Ол олай емес. Құжат алғаннан кейін барып, тиісті мемлекеттік органға барып тіркеуге өткізген сәттен бастап ол меншік иесі болып табылады. Мәселен, өңірде жыл басынан бері жылжымайтын мүлікке қатысты 395 әкімшілік іс қозғалып, жеке және заңды тұлғаларға 7 миллион 219 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Солардың бірі Алтынай Есіркепова. Қала тұрғыны ауласын кеңейтіп, кәсіптік нысанын ашу үшін қосымша жер телімін алғанымен құжатын рәсімдеу кезінде немқұрайлық танытқан. Енді осы олқылық үшін айыппұл төлейді. Цехым не қосымша жер телімін сатып алғанмын. 6 ай ішінде оны мен тіркеуді білмедім. Сол несінде мен нетілмей қалды, тіркелмей, сон жүре бердім. Уақытында документтерін дайындап болғаннан кейін асықпай тіркелгенде уже маған айыппұл салды. Айта кету керек, жылжымайтын мүлікке салынған айыппұлды 7 күн ішінде төлеген жеке тұлғаларға 50% жеңілдік қарастырылған. Ең дұрысы, тұрғын үй немесе жер телімін алған кезде мүлік құжатын дер кезінде заңдастыру керектігін ұмытпаған абзал. Әділбек Жақан, Бауыржан Қожамұратов, Бауыржан Жамалов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.